Құрметті қалайық, арнаға құлақ салайық. Кәрім Мәсімов қамауда өліп кетуі мүмкін. Қазір мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деп айыпталған Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы басшысы Кәрім Мәсімов қамауда отыр. Іс құпия деген айдармен жабық есік жағдайында жүргізіліп жатыр. Кәрім Мәсімовтің ресми сайтында айыпталушының сотқа дейін өмір сүре алмайтыны жазылған басылым пайда болды. Сәуірдің 4 күні Джонс Хопкинс университетіндегі Кәрім Мәсімовтің дәрігері доктор Эрнест Браун заңсыз қамауда ұсталуының салдарынан Мәсімовтің ерте қайтыс болу қаупі жоғары екенін айтып, медициналық куәлік берді. 2023 жылдың қаңтарында медициналық көмек көрсетілмегендіктен жедел отадан зардап шеккен. Екі жақты көздің үдемелі катарактасы мен ауыр созылмалы коронарлық артерия ауруымен қатар Кәрімді одан әрі қамауда ұстау оның жүрек талмасынан немесе инсульттан ерте қайтыс болуына әкеледі деп жазады басылым. Сондай-ақ дәрігер шұғыл көмек көрсетілмесе, Мәсімовтің денсаулығы нашарлайтынын айтады. Еске салайық, 2022 жылдың 6 қаңтарында Мәсімов мемлекетке опасыздық жасады деген күдікпен ұсталған болатын. Қаңтар айының соңында Ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметі Мәсімов пен оның орынбасарларының ісі құпия болып, сот оларды қамауға алуға санкция бергенін хабарлады. 10 наурызда департамент Мәсімовтен тәркіленген миллиондар зәулім үйлер мен қымбат көліктер туралы айтты. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің екіс басшысының қамауға алу мерзімі бірнеше рет ұзартылды. Ол 17 жылға бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Арнайы ақпарат көзінен алынды. Құрметпен, керек дерек арнасы. Ел аман, жұрт тыныш болсын.